Қайырлы күн достар, бүгін мен жылқының балғын етінен қуырдақ жасайтын боламын. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қатты қызбаған майда етті қуырып алдым. Содан соң еттің сөлі бөлініп бастаған кезде баяу отта қақпағын жауып бұқтыратын боламын. 40-45 минут бойы бұқтырылған еттің сөлі осылай бөлініп шықты. Оның біраз бөлігін құйып алдым, себебі пияз бен сәбізді қуырған кезде оның барлығы тартылып кетуі мүмкін. Егерде сіздің етіңіз балғын болмаса, яғни свежий еттен жасамасаңыз, жарты стакан су құйып бұқтырсаңыз болады. Сәбіз бен пиязды жақсылап қуырып болған соң картоптарды саламыз. Картопты мен қатты қызып тұрған майда осылай қызартып қуырып алдым. Оның қатты пісіп қажет емес, жай ғана қызартып қуырып алсаңыз жеткілікті. Қуырдақтың дәміне қарай тұзын, сарымсағын және бұрышын салып, дәмін келтіріп алдым. Енді жаңағы еттен бөлінген сөлді құйып және жарты стакан су қосып, қақпағын жауып 30 минутқа орташа отта қалдырамыз. Картоптарымыз әбден пісіп дайын болды деген уақытта бір пиязды турап осылай салып, оны араластырып, бір 10-15 минутқа қақпағын жауып баяу отта қалдырамыз. Бұл пияз өзінің сөлін бөліп, қуырдаққа ерекше дәм беретін болады. Мінекей достар, жылқының етінен жасалған қуырдағым пісіп шықты. Ең бастысы, етті қатты қызған майда қуыруға болмайды, және баяу отта бұқтыра отырып, өзінің сөлінде пісіретін болсаңыздар, етіңіз міндетті түрде жұп-жұмсақ болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.